Бауыр бұл денеміздегі маңызды ағзалардың бірі. Ол ас қорытуда көмектеседі, өмірлік маңызды заттарды синтездейді және токсиндерді сыртқа шығарады. Бауыр қызметінің бұзылуы әлемде ең көп таралған проблемалардың бірі. Тек ақш-тың өзінде 30 миллионға жуық адам бауыр ауруларынан зардап шегеді. Егер сіз үнемі оң қабырғаңыздың төменгі жағы сыздап ауыратынын сезсеңіз, жеделдетіп гепатолог, гастроэнтеролог, тым болмағанда терапевтке көрінгеніңіз жөн. Бауырыңыз қатты бүлінген кезде де ауырмайды, себебі оның құрамындағы ауырсыну рецепторлары жоқ. Әдетте ауырсыну немесе шаншу ауру өте асқынған кезде ғана пайда болады. Ондай жағдайда бауыр іседі, үлкейеді. Өзін қоршап тұрған капсула қабығына қысым көрсете бастайды. Міне содан кейін ғана науқас ауруды сезе бастайды. Мұндай жағдайда өкінішке орай емдеу кеш болуы мүмкін. Бірақ оң қабырғаның төменгі бөлігінің ауруы мүлдем басқа жағдайлармен де байланысты екенін ұмытпаңыз. Мысалы, өт қабынының ісінуі. Бауыр ауруының басқа қандай белгілері бар? Соған тоқталайық. Бауыр бүлінгенде бел, іш және оң иық ауруы мүмкін. Кейде тіпті ауырсыну сезімі мүлде болмайды. Бауыр ауруының белгілеріне жеке тоқталайық. Әлсіздік, бірнеше күн немесе апта бойы шаршау, диетасы және себепсіз арықтау, жиі бас айналу және құсу, тәбеттің жоғалуы. Аяқтың төменгі жағының жиі ісуі, іштің кебуі. Белгісіз себептермен дененің кез келген бөлігінде, қолда, аяқта, иықта қышудың күшеюі. Егер жоғарыдағы белгілердің бөлек, көз алдыңның сарғаюы, кіші дәрет түсінің бұзылуы байқалса, дәрігер көмегіне жүгінуіңіз қажет болады. Олай болса, бауыр не үшін ауырады? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Бұл ағзада белгілері сыртқа мүлдем байқалмайтын ондаған ауру бар. Солардың ең көп таралған түрлеріне тоқталсақ. Ең бірінші ол вирусты гепатит. Бұл АВСД гипервирустары. Олардың арасындағы ең қауіптісі В, адам өліміне алып келеді. Ал арасындағы ең әлсізі А түрі болып, бұл ауру халық арасында сары ауру немесе Боткин ауру деген атпен таралған. Ол кір қолмен, жуылмаған жеміс-жидектермен, лас су арқылы жұғады. Боткин ауруының бір артықшылығы, ол басқалар сияқты жасырын емес, бірден сезіледі. Алдын алудың мүмкіндіктері өте көп болады. А вирусын емдеуге болады және емделгеннен кейін бауырда белгілері қалмайды. Ал А, В, С немесе Д вирустарын анықтау және емдеу ұзақ уақытты талап етеді. Бұл вирустардың әрқайсысы циррозға, бауыр жеткіліксіздігіне немесе тіпті бауыр қатерлі ісігіне де апаруы мүмкін екенін естен шығармаңыз. Олай болса, бауыр ауырған кездегі дәрігерлер қандай кеңес айтады? Егер бауырыңыз ауырады деп ойласаңыз, дәрігерге бару керек. Симптомдарды емдеу, елемеу немесе дұрыс елемеу ауыр зардапқа тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Биохимиялық қан талдауларын тапсыру керек. Ең алдымен бұл АСТ, АЛТ, сілтілі қышқыл, гамма, глютамилтроспензида және бұл бауырдың қабыну дәрежесіне көрсеткіштер болып саналады. Егер сілтілі фосфатазаның 2-3 нормадан жоғарылаған анықталса, АСТ, АЛТ жоғары болса, дереу дәрігерге бару керек деп дәрігерлер, терапевт, гепатолог дәрігерлер кеңес айтатынын ұмытпағайсыз. Маманның пікірінше, бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде органға жүктемені азайту керек. Оның біріншіне алкоголь және темекі шегуді, кейбір дәрі-дәрмектерден бас тартуыңыз керек болады. Дегенмен, маманмен кеңеспей дәрі-дәрмектің өз бетінше бас тартуға болмайтынын естен шығармаңыз. Бұл денсаулыққа пайдадан гөрі зиян келтіріп алуыңыз да мүмкін. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Осы сұраққа жауап іздеп көрейік. Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан кейінгі тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауларын тапсыру керек. Сонымен қатар, мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексеру керек. Артық салмағы бар, аз қимылдайтын өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары, қант диабетіне шалдыққан, созылмалы вирусты гепатит ауруы бар, алкогольді ішімдікті шамадан тыс тұтынатын, туыстарында бауыр ауруы бар адамдар, себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар. Иммундық аурулары бар,
бар адамдар. Сонымен қатар, олар көбінесе бауырдың аутоиммунды ауруымен байланысты болады. Метотрексат сияқты препараттарды ұзақ уақыт қабылдайтын, туберкулезге қарсы терапия қабылдайтын адамдар міндетті түрде өз бауырларын тексеріп отырулары қажет. Бауыр ауырғанда не істейміз? Мүмкіндігінше тезірек дәрігерге қаралыңыз. Маман сіздің шағымдарыңызды тыңдайды, тексереді, қан анализін алады. Бауыр және гепатит сынақтарын тапсыруға кеңес береді. Ал алынған талдаулар сіздің бауырыңыздың қаншалықты сау екенін анықтауға көмектесетін болады. Олай болса, денсаулық адамға берілген ең қымбат сый екен. Сондықтан да аурулардың алдын алу үшін дәрігер мамандардың кеңесінсіз өздігінен емдеу жолдарын қолданбағаныңыз жөн. Бүгінгі видео сіздерге пайдалы ақпараттарға толы болды деген ойдамын. Денсаулық зор байлық екенін ұмытпаңыз. Келесі видеода жолыққанша аман сау болыңыздар.